Сәлем, достар. Көріп тұрғандай, видеоны үйден түсіріп жатырмын. Бұл сіздерге ақпарат беруші видео болып есептеледі. Сіздерге Черногорияда жүргенде бір сөз бергенмін. Сіздерге ақпарат беремін, қанша теңге шықты, қанша теңгелі емес, евролай айтайын. Өйткені Черногорияда Шенген зона емес те, бірақ Евросоюз болып есептеледі, бірақ Шенген зонада емес. Шенген керек жоқ дегенде қазір оның бәрін сізге кезек-кезек айтып шығамын. Сол бүгін үйден түсіріп жатырмын, үйіме келдім. Жұма күні үйіме келдім. Бұл видеоны мен бүгін понедельник, дүйсенбі күні түсіріп жатырмын. Аман-есен келдік, жақсы демалдық. Осы 3 күн бойы тамағымда әртүрлі тамақтың бәрін жеп жатырмын, бешбармақ бәрін жеп жатырмын. Ертеңнен бастап бұрынғыдай екінші сезон салмақ тастау видеогүндерімнің бірінші бөлімі басталады ертең бірінші күні. Өткенде 100 күннен бітірдім ғой. Ол енді ертең видео күнделікті айтылады. Оның бәрі қазіргі видео Черногория жөнінде ақпарат қанша кетті, қалай отель брондадым, билет брондадым, тамаққа қанша кетті деген сияқты. Біліңіздер, мен жалғыз өзім семьямен отбасымен кеткен жоқпын, тек баламмен кеттім. Балам жасы 2 жас 4 ай. Қазіргі айтатын бағалардан бәрі 2024 жылғы тамыз айының бағалары. Ау, кеди. Сол себепті соған сәйкес өздеріңіз қарастырасыз. Егер сіз Черногорияға баратын жоспарларыңыз болса, осы видеоны қарауыңызға болады. Так, кеттік та. Мен Қазақстан азаматымын, маған виза Черногория керек жоқ. Мамыр айынан қазан айына дейін курортный сезон кезінде керек жоқ. 30 күнге сияқты, 30 күнге дейін қала аласыз Черногорияда. Менің балам түрік азаматы, оған целый курортный сезон емес, вообще керек жоқ виза, тоже 30 күнге. Сол себепті біздер виза дайындаған жоқпыз. Черногорияға біздер екеуміз кеттік, Стамбулдан кеттік, ал сол жақта менің дос қызым Қазақстаннан ұшып барды. Ол Подгорица қаласына барды, мен Тиват деген қаласына бардым. Тиват деген қаласы Котор және Будваға жақын. Подгорица, ұзақтау Подгорица 1-2 сағатта жүретін жол. Ал Тиваттан Которға 30 минут, Будваға 1 сағаттай тоже жүреді. Трафикке байланысты. Ау. Илан, evet, geyik. Efendim? Geyik. Илан. Сол, işte кешірім сұрайын, балам кітап оқып жатыр еді, соны сұрап жатыр да, оны түзетіп. Так, кеттік. Виза керек емес дедім. Стамбулдан шыққан бағаларды айтамын сізге, бірақ мен дос қызыма тоже билет қарауға көмектестім. Билеттердің бірнеше варианттарын оған көрсетіп, ол өзі таңдап ақшасын төледі. Егер сіз Атыраудан болсаңыз, Атыраудан прямой Подгорицаға жоқ. Атыраудан тек қана Қазақстаннан вообще Подгорица қаласына ұшады. Подгорица бас қаласы Черногорияның. Егер сіз через Стамбул арқылы ұшатын болсаңыз, әрине Тиватқа, Подгорицаға деп таңдауыңыз оңай, өйткені Стамбулдан әртүрлі авиалиния ұшады. Бізден Атыраудан Эйр Астана ұшады. Менің дос қызым Атырау Алматы Подгорица деген таңдады. И обратно тоже сол жол Подгорица, Алматы, Атырау. Басында Атыраудан кетіп бара жатқанда кішкене проблема болды, затешка болды. Сонымен келесі Атырау Алматы затешка болды, Алматы Подгорицаға үлгере алмай қалды. Сол себепті Эйр Астана оның билетін ауыстырып Атырау Стамбул, Стамбул Подгорица деп Turkish Airlines арқылы. Эйр Астана мен Turkish Airlines'тың араларында договор бірдеңе бар сияқты. Сол себепті ол Turkish Airlines'тың Эйр Астананың представительдері таңдап берді. Ешқандай дополнительный ақша алған жоқ, өйткені өздері задержка жасап тұр ғой. Сол, в общем, билеті оның 2 ай бұрын алдық біздер. Маусым айында алдық да, тамыз айына шатынға. Оған 333 мың кетті деңізші. Сол ұшу билеті Қазақстанның 330 мың. Егер сіз ертерек алатын болсаңыз, 3-4 ай бұрын алсаңыз, мүмкін азғантай арзандау қалатын боларсыз. Ал мен ол және де баласы оны 2-ге толмаған, тек өзіне алды.
Мен балам 2 жас 4 ай. Естественно, менің балама ақша қосылды. Мен Air Montenegro деген өзі Черногория ағылшынша Монтенегро. Соның өзінің авиалиниясымен ұштым. Прямой Стамбул Тиватқа ұштым. Подгорица дегенде выбор болды. Бірақ Подгорица біз баратын Котор мен Будваға алыс болған соң мен Тиват дегенді таңдадым. Тиват жақын соларға. Бізге, менің балам екеумізге 500 евроға шықты. Егер мен жалғыз өзім алатын болсам 400 евро шығатын еді. Балдарға 25% скидка сияқты. Я 25% скидка, кажется. Сол, жоқ, мен даже 400 евро, содан да аз төлейтін сияқтым. Бірақ мен балам екеуім таңдағасын, кішкентай балам 2-ден асқан, және де ол бұған багаж не положено болды. Сол себепті екеумізге 500 евроға шықты. Сол 2 ай бұрын есептедік. Бірақ та қазір қарап едім, бір адамға туда обратныға примерно 270-280 евроға шығып тұр бір адамға. Мысалға мен қазір августтың тамыз айының аяғына, қазан айына қарадым, 2 ай бұрынға бір адамға, баласыз бір адамға шығып тұр 270 евро Стамбулдан. Сол өзіңізде қалай ыңғайлы кетердің алдында сөйтіп қарастыруыңызға болады. Air Астана арқылы, болмаса Атырау Стамбул Тиват деп таңдауыңызға болады. Әрбір авиалинияның өзінің сайтына кіріп таңдадым мен. Дальше. Касса, Сефия бұзачақсың. Касса айтырыңыздаршы. Так, жалғастырамыз. Менің домашний вид осылай түсірем, білесіздер ғой, мен дайындалып үйтіп істемеймін. Ондай видеоларды көп жақтырмаймын, дайындалып сөйтіп тұрғанда. Мен, естественно, күнделікті өмірімді түсіретін адаммын. Үйде мен осылай жүремін, сіздер білмей, үйде макияжбен, шашыңыздарға укладка жасап жүретін боларсыздар. Бірақ мен үйде өйтіп жүрмеймін. Так, дальше. Біздер былай таңдадық, олардың өздерінің бір 4-5 жақсы қалалары бар. Біздер енді балалы болғасын көп қалаларға барған жоқпыз, тек Котор и Будва деген. Котордың ішінде біздер Будва қаласына барамыз деп шештік бірінші. Соның ішінде Свети Стефан дегенге. Мына жерге видеосын мен вообще барлық скриншоттан мына жерге тастап кетемін. Свети Стефан дегенге, Свети Стефан деген қалашығына бардық, поселок типтес. Кішкентай, өте кішкентай қала, ресторандарда ішінде өте аз. Гуглдан қарасаңыз бір 4-5 ресторан шығар. Гуглдың өзіне былай енді жүрсеңіз, улочкілерде бар да, бірақ именно біздің барған гостиницаның астындағы ресторан один из лучших болған. Сол поселкадегі постоянно толы, орын жоқ, резервте тұрады. Сол үстіндегі отельде соған жаттық. 5 күн сонда болдық. Именно Будваның өзінде емес, Будваның қасында Свети Стефан деген Будвадық әрине арасында, Будва мен Свети Стефан арасында не жүреді, маршрутка жүреді. Адам басына 250 евро. Тамам. Және де сосын 5 күн Котор қаласында болдық. Соның Котордың қасында тоже кішкентай жаяу жүргенде 25 минуттық жердегі Доброта деген жерде болдық. Бұлай оқысаңыз Доброта деп оқылады ғой, енді орысша. Бірақ өздерінің тілдерінде Доброта деп айтады. Соңында болдық. Біздер дейтін мен өзім таңдағасын гостиницаларды шумны қатты адам көп жерлерін таңдағым келген жоқ, тыныш жерлерін таңдағым келді. Сол себепті қасында кішкентай поселоктарда, бірақ естественно қаланың орталығына жақын бәрі өте. Сол 5 күн анда, 5 күн мында деген сияқты 10 күнге бардық. Билет жөнінде айттым, билетке балам екеумізге 500 евроға кетті. Егер сіз заранее алатын болсаңыз 270-280 евроға алуыңызға болады. 20 килограмм положено багаж, және 5 килограмм ручная кладь. Сол, так, потом нені отельді қалай букировать еттім. Отельді кішкене біздер жайрақ букировать етті, сол себепті выбор болған жоқ. Және де мен booking.com деген сайтты білесіздер ғой, сол арқылы жалдадым. Және қасымызда 2 бала болады дегесін, көп базерге выбор список көп шығарған жоқ. Егер сіз тек қана үлкен кісі, 2 кісі болсаңыз, пара, например, көп выбор шығаратын еді. Және де біліп жүріңіздер, ол жерде дейтін бір 5-звездочный Турциядағы сияқты отельдер жоқ. Клен дейтін частная вилла жалдап қойған. Ішіне дейтін күйеулерді, ішінегілері отель сияқты емес, үй сияқты деген сияқты. Сол себепті өздеріңіз таңдайсыз, booking.com-нан таңдаңыздар. Өздеріңіздің қалаңызды жасасыз, датыңызды таңдайсыз, және еш адам 2 взрослый, 2 бала деген сияқты жастарын көрсетіп, таңдап өздері шығарып береді. Сол бойынша жалдайсыз, сізге подтверждение береді, бірнеше выбор болады. Сразу ақшасын төлейсіз ол моментте.
так жалғастырамыз. Сол өзіңіз таңдар, сол жерде выбор жасап береді букингті, сразу сол моментте төлеп тастау, болмаса отельге барған кезде қолма-қол төлеу деген. Біздер көбіне отельге барғанда төлейтін қылдырамыз. Өйткені ерте төлеп қойсаңыз, карточка арқылы барасыз ба, бармайсыз ба артынан деген сияқты ғой. Енді сол себепті отельде төлену деген вариант бар. Соны таңдаймыз. Вот. Отельге Которға, жоқ, Свете Стефанға 5 күнге завтра включен 2 кісіге 527 евроға шықты. Адам басына 265 евро сияқты ғой, енді дұрыс қой да, 265 евро адам басына шықты. Және де Котор Доброта қаласындағысы оған 477 евро, адам басына 240 евроға шыққан сияқты болды. Сонда бүйтіп есептеп қарасақ, мен балам екеумізге 500 евроға отельге кетті. Сонда есептеңіз, 500 евро балам екеуіме билет, 500 евро 10 күнге отель балам екеумізге. Егер сіз жалғыз өзіңіз баратын болсаңыз, манағыда 280 евроға билет алып, 500 евроға примерно плюс-минус 500 евроға отель жалдауыңызға болады. Сонда 800 евро общий билет и отеліңізге кетеді, тамақты есептемегенде. Бірақ бізде Свете Стефанда завтра қосылды ақшаға. Так, дальше такси. Мен Тиватқа келдім. Тиваттан мен Свете Стефанға барып кеттім. Ол дейтін аэропортта мені 65 евроға алып барды. Сақ болыңыздар, егер сіз Подгорицаға келді, мен подружкамды да Подгорицадан Свете Стефанға 65 евроға келді. Былай қарасаңыз, Подгорица негізі алыс. Ол жерде просто Подгорица басқала болғасын, іште официальный ценник бар екен. Фиксированная цена, да, например, бір қала өзінің фиксированная ценасы. Ал мен Тиватқа келгенде, Тиват даже Атыраудың аэропортынан кішкентай. Сіздерді таксистер алдыңыздан күтіп алды, такси деп, соны мен түскенде Будваға, Свете Стефанға 130 евро деді. А мен аэропорттың ішіндегі, аэропорттың бір жұмысшысынан ішіндегі сұрап алдым. Свете Стефанға қанша алып барады деп, ол примерно 50-55 евро деп айтты. Сосын мен тұрмын, жоқ, отыр айтпаңыз, 30 евро емес, іштегіден сұрады. Мен ол дейді 50-55 деп айтты дедім. Сосын жоқ, там бірдеңе деп, сосын ажана бір кісі келді, бір жас жігіт келді, жақсы, мен сені 65 евро алып барайын деді. Сонымен сөйтіп 65 евроға жетіп қалдым Свете Стефанға, Тиваттың аэропортынан Свете Стефан гостиницасына. Менің подружкам Подгорицадан тоже Свете Стефанға 65 евроға келіпті. Дальше біздер дейтін 5 күн Свете Стефанда қалып, ары-қарата Которға бардық. Неге? Тоже таксимен 60 евроға шықты. Свете Стефаннан Добротаға 60 евроға шықты. Енді кісі басына 30-30-дан шығып тұр ғой енді. Сол, потом кетерде, уже 10 күні мен подружкам Подгорицаға кетті. Ол 100 евромен кетті. Tamam, açayım mı? Bak, şöyle açabilirsin. Yine штативімді алып кетіп беріне жүр. Bak. Örümcek gibi oldu, bak. Сосын, ал мен Тиватқа, Тиват жақын болғасын, қасына ең көтерефе етер. Тиват қаласына 30 евроға, ол Подгорица 100 евро. Сонда мен таксиге маған аэропортқа бару, аэропорттан отельге бару, отельден аэропортқа баруға менен 100 евроға шықты, подружкамен 165 евроға шықты. Сол, дальше тамақ. Тамақ адам басына 15 евроға 20 евро, 15-20 евроның арасынан тамақ ішуге болады. Егер сіз бір кішкене уровень үлкендеу ресторанда тамақ ішетін болсаңыз, екі адамға 50 евро, 45-50 евродай, 40-50 евроның арасында кетеді, екі адамға 20-25 евро. А егер дейтін кішкене уровень кішкене төмендеу ресторанда отырсаңыздар, қатты андай люкс емес, онда адам басына 15-20 евро кетеді. Бір байқағаным Будва қаласы Котордан арзандау. Оны және де маған Котордағы бір сатушының өзіде, бір түрік сатушылар тұрды дүкендері, солармен сөйлесіп кеттім. Солар айтты, Будва арзандау, Которға қарағанда Котор қымбат деді. Сол есептей беріңіз, тамаққа 15-20. Біздерге тамаққа менің жалғыз өзімен тамағыма балам екеумізге 240 евро кетті ол күнге. Сонда адам бір күнде 24 евро кетіп тұр ғой енді. Это включая и воду. Айтпақшы, Черногорияда крантан іше береді суды. Су таза, бутылочный су. Так, мен
так мен осылай түсірейінші, балам түсіргізбей жатыр. Мына қойған штативімді де алып кете береді, штучка қойып қойсам детский, оны да алып кете береді. Соны бутылочный суды біздер сол көп алмайтын болды. Өзіміз бутылкаға су құйып алатын болдық крантан, болмаса ана ресторанда тамақ ішкенде сол жерде заказ беріп ішетін болдық. Сол есептеңіз күніне 20 евро, 25-20 евро кетеді деп есептеңіз күніне тамаққа. Сонда 10 күнде бір адамға 250 евро кетеді деп. Вот, сонымен бүйтіп общий бүйтіп алған кезде маған өзімнің случайымды айтамын, балам екеумізді 500 евроға билет. Келeceğim, bunu bitireyim, geleceğim. Bekle yavrum, bitireyim ya. 500 евро билетке, 500 евро отельге, 240 евро тамаққа, және таксиге 100 евро кетті. Сонда общий менен 1350 евро кетті. Балам екеуміз деп есептеңіздер. Егер сіз өзіңіз кететін болсаңыз, мүмкін примерно 1000 евро шығады бәріне. Вот сол, егер өзіңіз кетсеңіз бір 280 евроға не билет, 500 евроға не отель, 200 евроға тамағыңыз кетсе, сонда 1000 евро шығып тұрады, таксиге 1000-1100 евро өзіңізге кетеді деп есептейсіз. Бұл 2024 тамыз айы, одан кейін мүмкін қымбат түсіп кетеді, мүмкін түсіп кетеді, оны мен білмеймін. Сол осы менің сізге есебім саяхаттан. Тез айтып кетіп жатырмын сізге, кешірім сұраймын, өйткені балам сөткізбей жатыр. Барынша түсіріп, барлық ақпаратты бердім деп ойлаймын. Қысқашада нұсқа. Басқа артық, егер сіз клубқа барам, билеймін, достопримечательностьтарға барам десеңіз, әрине көп кетуі мүмкін ақшаңыз. Бізде достопримечательностьтер тек қана 2 жерге бардық. Святий-Стефанда, Будва қаласындағы ескі қалаға бардық. Онда вход бәрі кіру бағасы жоқ, бесплатно, тегін кірдік болды. Мына жерге нелерді сап көтерім, видеоларын, бірдеңелерін. Котордың тоже ескі қаласына бардық, тоже кіру тегін. Вот. Кстати, айтуға ұмытып кетейін. Booking.com-нан букировать етіп жатқан кезде отельдің бағасы жазылып тұрады, плюс адам басына 10 евро деп, 10 евро, кейде 12 евро деп па, не деп жазылып тұрады? City tax. City tax дегеніміз қала салығы, городской налог. Оны бүйтіп біздер Святий-Стефанға барғанда ол жердегі отельдің адамдар айтқан жоқ та, екінші отельдегі хозяин бізге айтты, барып тіркелу керексіз, немесе ақшасын маған беріңіздер, мен барып сіздер тіркеймін деді. Біз өзіміз барамыз дедік те, ол мен дейтін бара алмай қалды, өйткені жаңбыр жауып кетті, балам ауырып қалды, сонымен қалды. Сосын, может быть, сіздерге штраф жазады деді аэропортта, бірақ ешқандай да штраф жазған жоқ, ешкім ештеңе сұраған жоқ. Сол себепті ешқандай такс төлемей қойыңдар, ешқандай налог төлемей қойыңдар. Дополнительно ақша отыр, мысалы адам басына 10-15 евроның арасында. Сол себепті оны ол жөнді не істемеңіз, басыңызды ауыртпаңыз. Бірақ ана booking.com-ның подтверждениесінде мысалға 500 евро не деп тұрса, отельге адам басына 15 евро деп city tax, қала салығы деп тұрады. Сол себепті сіз 515 евро, 530 евро төлеп қоймаңыз, тек отельдің бағасын төлейсіз. Қала салығын отельге беріп жүрмеңіздер, ол сізге керек жоқ. Вот соны айтқым келген. Мүмкін тек Қазақстан азаматы үшін солай болар, мүмкін оны білмеймін, бірақ біздерден ешкім ештеңе таможня ештеңе сұраған жоқ. Сол, қарағандарыңызға рахмет. Бір сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар, бәрінше бәріңізге жауап беруге тырысамын. Пока-пока.